міне бүгінгі біздің эволюциялық даму жаңа конституцияны қоғамға ұсынып отыр. Яғни біз түсінуіміз керек, парламенттік реформа конституцияның жаңа конституция жобасын дайындалуына алып келді. Қазір мүмкіндігінше мына қоғамдық тыңдауларға кері байланыс түрінде қалыптасқан жағдай, ол біздің әрі қарай саяси мына жаңғыруымызды тезірек іске асыруға мүмкіндік береді. Енді өздеріңізге белгілі, қазір дүние жүзі тұрақсыздық заманына енді. Бұл конституция тұрақсыз дүниежүзілік кезеңдегі тұрақты Қазақстанды қамтамасыз етудің басты құралы болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстанның ата заңының жобасында осы Қазақстан бұрынғы гун, түркі, алтын орда саяси мәдениетінің мұрагері. Яғни қазақ халқының мынау саяси мәдениеті мыңдаған жыл тереңде жатыр деген ұғым бар.